бір әсем ән салып берсеңіз, мен өздеріңізді бір жақсы би алаңына шақырайын деп тұрмын. Сондықтан бибайша Қодашаға шапалақ ұрғандардың үйіне келін түссін, ұрмағандарды қызға шықетсін ағайын. Екеуінде тойға жүрсіңіз, кетіңіз. Рахмет. Барлықтарыңызды биге шақырып, ортаға биге шығуларыңызға болады. Мұңайып хат жазыпсың, бар қатеңді мойында бақталыпсың. Ұмытушың мейрамда гүл беруді, алтын жүзік жүз раушан татталыпсың. Суретімді ұнатып күліп тұрған, қайғы барын өзіңсің ұмыттырған. Мен қазірде дәл солай бақыттымын, қоштасарда көзімді жұмып тұрған. Мен басқаның көңіліне көшіп алдым, сонша сыйды қалқамау несін алдың. Бұрынғыдай болмайды енді ештеңе, торыға мен сағатта бесік алдым.
Түнде тұр алдым саған берген, кетіп едім сенсіз бақ табам деумен. Жер бетінде соңғы еркек емессің ғой, соғыс жақтан қан кешіп аман келген. Суретімді ұнатып күліп тұрған, қайғы барын өзіңсің ұмыттырған. Мен қазірде дәл солай бақыттымын, қоштасарда көзімді жұмып тұрған. Мен басқаның көңіліне көшіп алдым, сонша сыйды қалқамау несін алдың. Бұрынғыдай болмайды енді ештеңе, торыға мен сағатта бесік алдым. Арымда аққып өтем, остамаған өзіңсің бақты бекем. Не деп жауап жазайын енді саған, халің қалай бармағың тәтті мекен. Суретімді ұнатып күліп тұрған, қайғы барын өзіңсің ұмыттырған. Мен қазірде дәл солай бақыттымын, қоштасарда көзімді жұмып тұрған. Мен басқаның көңіліне көшіп алдым, сонша сыйды қалқамау несін алдың. Бұрынғыдай болмайды енді ештеңе, торыға мен сағатта бесік алдым. Бейбайша құдашама бір шабалақ соқ қойыңыздар шағайын. Әлі енді дейін жалғасын табатын болады.